Біз бүгін өз қолымызбен ас бөлмесіндегі және жуынатын бөлмедегі тұйықталу орын алған екі розетканы жаңасына ауыстыратын боламыз. Біз сапалы Шнайдер розеткаларын сатып алдық. Осы видеоны соңына дейін қарасаңыз, сіз де өз үйіңіздегі осындай тұйықталулар орын алған розеткаларды өз қолыңызбен ауыстыра алатын боласыз. Ең бірінші тоқ жүйесін автоматтан айырып тастайсыз. Содан кейін тұйықталу орын алған розетканы шуруптарын босату арқылы шешіп аласыз. Енді қондырайын деп отырған жаңа розеткамызды бөлшектеп аламыз. Ортаңғы шурупын босатып, ішкі корпусын шешіп аламыз. Ішкі корпусының жоғарғы жағында екі шуруп болады. Сол екі шурупты босату арқылы тоқ линиясын қосатын тесікті ашып аламыз. Сол шуруптарды босатқан кезде линияны қосатын тесік ашылады. Корпусты қабырғаға орнына саламыз. Екі тоқ линиясын тесікке салып, шуруппен қатайтамыз. Бұл жерде айта кететін жайт, осы шурупты қатты мықтылап қатайту қажет. Егер ол бос болып қалса, қайтадан тұйықталу орын алуы мүмкін. Тұйықталу дегеніміз, яғни замыкание. Замыкание болмау үшін осы екі шурупты мықтылап қатайтуымыз қажет. Енді корпусты қабырғаға бекітіп тұратын мынандай екі шурупы бар. Осы екі шурупты бұрағанда мына темір ашылып, корпус қабырғаға мықтап бекітіліп қалады. Корпусты дүзулеп ұстап тұрып, осы екі шурупты жақсылап бұрап қатайтамыз. Кейін розетка ары-бері қозғалып кетпеу үшін осы екі шурупты мықтылап қатайту қажет. Ең соңында розетканың беткі бөлігін орналастырамыз. Ол үшін осы ортаңғы шурупты жақсылап бекітеміз. Сонымен біздің розеткамыз дайын. Өз қолымызбен жаңа розетканы қондырып алдық. Тексеріп көрейік. Келесі біз ас бөлмесіндегі газ пешті және май сорғышты тоқ көзіне қосып тұрған розетканы жөндеуге кірісеміз. Бұл розеткада да тұйықталу орын алып, кішкене балқып кеткен. Соны ауыстыратын боламыз. Алдымен күйіп кеткен розетканың сыртқы қорабын, шуруптарын босатып, шешіп аламыз. Бұл екеулік розетканың төменгі бөлігінде тұйықталу орын алып, балқып кеткен. Ішкі корпуста 4 шурупты босатамыз. Бірінші қабырғаға бекітілген 2 шурупты босатамыз. Одан кейін тоқ жүйесін бекітіп тұрған 2 шурупты босатамыз. Сөйтіп тоқ жүйесінен ажыратып аламыз. Тоқ жүйесінен ажыратып, коробканы босатып қарағанда іші қарайып күйіп кеткен екен. Енді жаңа розетканы қондырамыз. Ол үшін тоқ жүйесі кіретін арнайы жерін осылай пышақпенен қиып аламыз. Содан кейін дәлдеп орналастырамыз. Екі тоқ линиясын өз орындарына қосып, шуруптармен қатты бекітеміз. Бұл жерде де тоқ жүйесін ұстап тұратын екі шурупты мықтап бекіту қажет. Егер олар бос болса, қайтадан тұйықталу орын алуы мүмкін. Сондықтан осы екі ішкі шурупты жақсылап бекітеміз. Ішкі шуруптарды қатайтқаннан кейін розетканы жоғарғы және төменгі екі шуруппен қабырғаға бекітеміз. Ең соңында розетканың сыртқы бетін орналастырамыз. Дәлдеп алып қойып, ортаңғы шурупмен қаттылап бұрап бекітеміз. Ары-бері қозғалмайтындай мықтап бекіту қажет. Міне сонымен біздің розеткамыз дайын болды. Міне біз өз қолымызбен розеткалерді жөндеп алдық. Біздің видеомыз ұнаса, лайк басып, каналымызға тіркеле отырыңыз. Алдағы уақытта да осындай тұрмыстық қажетті түрлі қызықты видеолармен бөлісетін боламыз. Сау болыңыз.